Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін сіздермен комплекс сан деген үлкен бір тарауды қарастырайық. Жалпы комплекс сан дегеніміз z-тен болады a плюс bi түрінде берілетін сан. Мұндағы a мен b деп отырғандарымыз ол бізде нақты санды береді. Сонда z-тен болады мысалы 2 плюс 3i, z-тен болады минус 2 плюс 5i деген сияқты. Осындай түрде берілетін сандар бізде комплекс сандар деп аталады. Комплекс санда мұндағы a деп отырғанымыз ол бізде нақты бөлігі ре z тен a. Жорамал бөлігі им z, яғни ол бізде b. Яғни жорамал бөлігі ол бізде b-ға тең, бірақ қасында i жазылмайды. Түсінікті ғой, нақты бөлігі бар, жорамал бөлігі бар. Ескеру керек, a мен b дегеніміз нақты сандарды құрайды. Енді біз комплекс сандарға кез келген амалдарды қолдана аламыз. Яғни комплекс сандарды қосам, азайтам, көбейтем, бөлем, түбірден шығарам деген дәрежеге келтірем деген барлық амалдар комплекс сандар үшін орындалады. Енді біз қарайық, комплекс санда бізде i квадрат деген бар, яғни i квадрат неге тең? Минус 1-ге тең. Онда i-ды табатын болсақ, ол түбір астында минус 1-ге тең деген сөз. Енді осы i-дың дәрежелеріне байланысты 4 мән бар. Яғни қараңыз, i-дың 1 дәрежесі i-ға тең. i-дың 2 дәрежесі минус 1-ге тең, i квадрат минус 1-ге тең. i-дың 3 дәрежесі минус i-ға тең, i-дың 4 дәрежесі 1-ге тең деген, міне осындай 4 сан айнала береді. Яғни i квадрат минус 1-ге тең болды. Енді i-дың 3 дәрежесі қалай табылды? Ол i-дың квадратына i көбейтілді. i-дың квадраты неге тең? Минус 1-ге тең. Сонда минус 1-ге i-ды көбейтем, минус i. i-дың 4 дәрежесі дегеніміз ол i-дың квадратының квадраты деген сөз. i квадрат неге тең? Минус 1-ге тең. Сонда минус 1-дің квадраты 1 деген сөз. i-дың 5 дәрежесін тапқанда да солай, i-дың 4 дәрежесі көбейтілген i деген сөз. i-дың 4 дәрежесі неге тең? 1-ге тең, демек i қалады деген сөз. Мысалы, i-дың 7 дәрежесін табатын болса, ол i-дың 4 дәрежесі көбейтілген i-дың 3 дәрежесі деп алып алады. i-дың 4 дәрежесі неге тең? 1-ге тең. i-дың 3 дәрежесі неге тең? Минус i-ға тең. Сонда i-дың 7 дәрежесі минус i-ға тең деген сөз. яғни әрбір 4-еу сайын орындала беретін болғандықтан, уже 4-тен көп сандарды 4-ке бөліп тастағанда қалдық нешеге келеді, соған санаймыз. Қалдық 1 қалдық қалса, i-ға тең. 2 қалдық қалса минус 1-ге тең. 3 қалдық қалса минус i-ға тең, уже 4-ке бөліп тұрса 1-ге тең деген сөз. Мысалы, i-дың 8 дәрежесі 8 4-ке бөлінеді, демек 1-ге тең деген сөз. Мысалы, i-дың 21 дәрежесі 24-ке бөлінеді, 1 қалдық қалып қояды, демек неге келеді? i-ға келеді деген сөз. Мысалы, i-дың 100 дәрежесі 104-ке бөлінеді, демек 1-ге келеді деген сөз. 4-ке бөлінсе, уже 4-ті қараймыз. Ал 3 қалдық, 2 қалдық, 1 қалдық қалса, онда уже сондағы мәндерді аламыз деген сөз. Мысалы, i-дың 257 болсын. Мысалы, 256 4-ке бөлінеді, 1 қалдық қалады. Демек, i-дың 257 дәрежесі неге тең? i-ға тең деген сөз. Яғни 1 қалдық. Неше қалдық қалады, соншаға дейін барамыз. Енді сандардан түбір шығарайық, Біз комплекс сандарды қай кезде қолданамыз? Дискриминант мөлден кіші болған жағдайда қолданамыз, Сонда мысалы мынандай өрнек қашамдау керек. Түбір астында минус 36. Ол бізде түбір астында минус 1 көбейтілген 36 деген сөз, Сонда біз түбір асты a көбейтілген b-дің қасиетін білеміз ғой, Түбір асты a көбейтем түбір асты b деген. Соны қолданамыз. Сонда түбір астында минус 1 көбейтем түбір асты 36. Түбір асты 36-тан 6 шығады. Түбір асты минус 1 ол i-ға тең, демек 6i деген сөз. Түсінікті ғой, комплекс сандарды қосқан кезде немесе азайтқан кезде дәл солай жақшаларды ашып, нақты бөлікке нақтыны, жорамал бөлікке жорамал бөлікті қосамыз немесе азайтамыз. Сонда мына жақшаны ашамын. Қазір плюспен есептейік. 5 плюс 2i қосам 8 плюс 9i. Сонда нақты бөлікке нақты бөлік. 5-ке 8 қосам 13. Плюс 2i-ға 9i қосам неше бар? 11i болады. 13 плюс 11i. Если ортада азайту болатын болса, онда дәл солай кәдімгі азайтуды қолданамыз. Ол кезде қандай болады? 5 плюс 2i азайтамыз 8 минус 9i, кәдімгі жақшаны ашу ережесі. 5-тен 8 аламыз минус 3 плюс 2 минус 9 минус 7i. Түсінікті ғой, кәдімгі нақты бөлікке нақты бөлікті қосам, жорамалға жорамал бөлікті қосам деген сөз. Көбейткенде де кәдімгі жақшаны ашу бойынша көбейтеміз. 8-ді келесіге, i-ды келесілерге, Сонда 8-ді 3-ке көбейтем 24, 8-ді минус 2-ге көбейтем минус 16i,
Плюс айды 3-ке көбейтем, плюс 3 ай. Плюс айды минус 2 айға көбейтем, минус 2 ай квадрат. Сонда ақшамдаймыз. 24 минус 16 плюс 3 ай минус 13 ай. Ай квадрат минус 1 кетем, мына минуспен плюс 2 болады. Сонда 24-ке қосамыз, 26 минус 13 ай деген сөз. Енді мынандай келеді, x квадрат плюс 9 серінен. Сонда x квадрат тең минус 9 болады. Сонда x тең плюс минус түбір астында минус 9 деген сөз. Сонда плюс минус 3 айды береді. Түсінікті ғой? Мынандай да x квадрат плюс 6x плюс 25 тең 0-ге. Біз білеміз, дискриминант табу керек. Дискриминант b квадрат минус 4 алса, 6 квадрат минус 4 көбейтем 1 көбейтем 25-ті. Сонда 36-тан азайтамын 100-ті. Ол бізе минус 64-ті береді. Демек, ол бізе 8 айдың квадраты деген сөз. Сонда x1 2 минус v плюс минус түбір асты дискриминант бөлінген 2a. Сонда неше шығады? Так, 2 түбір жазайық. x1 тең болады минус 6 плюс 8 ай бөлінген 2. Яғни әрқайсы 2-ке бөлінеді, ол минус 3 плюс 4 айда. x2 осының минусы да минус 3 минус 4 ай деген сөз. Tamam. Енді ескеру керек, комплекс сандарда оң сан, теріс сан деген ұғым жоқ. Ол комплекс сан. Біз мысалы натурал сандарды немесе натурал сан емес, бүтін сандарды немесе рационал сандарды, нақты сандарды салыстырған кезде біз оң сандар, теріс сандар деп бөлеміз. Минус 2 теріс сан, 3 оң сан деген сияқты. Ал комплекс сандарда ондай ұғым жоқ. Яғни минус 7 минус 7 ай болса да, 5 плюс 2 ай болса да, ол бізде ол теріс санға да жатпайды, ол оң санға да жатпайды деген. Яғни ол комплекс сан. Соны ескеру керек. Енді мысалы мынандай есеп. Z1 беріптір 1 плюс 3 ай, Z2 беріптір 5 минус 2 ай. Табу керек Z1 мен Z2-нің көбейтіндісі. Ақшаларды ашып, көбейтеміз. Сонда бізде қандай сан шығайын депті? Кәдімгі ақшаны ашудың ережесін қолданасыздар. Мен бірден ответін ашайын. Кәдімгі A-ны A-ға көбейтем, B-ны B-ға көбейтем дегенді қолданамыз. Сонда бізде 11 плюс 3 ай шығу керек. Енді келесілерді қарайық. Мысалы, түбір асты минус 16, демек ол бізде 4 ай. Минус 25 ол бізде 5 ай. Минус 3 түбір асты, ол түбір асты 3 ай. Немесе ай түбір асты 3. Яғни түбірмен берілетін кездерде жорамал бөлікте бірінші айды жаз, сосын барып түбірді жазған тиімді. Себебі біз егер мынандай түрде жазып кетсек, түбір асты 3 ай деп кетсек, мына ай көбіне былай қате кетіп қалады. Мына ай түбірге кетіп қалады. Ол бізде қате болады. Сондықтан айды салып, сосын барып түбірді салған тиімді. Яғни мына түрде жазбаңыздар. Біз қай түрде жазамыз? Мына түрде жазамыз. Яғни айды бірінші саламыз, түбірді содан кейін саламыз. Дәл солай түбір астында минус 7 ай болады. Түбір асты минус 7 ол бізде түбір асты 7 ай. Минус 8 ол бізде 2 түбір асты 2. 2 ай түбір асты 2. Енді қараңызда, келесінде Z-ті квадратын табу керек. Z дегеніміз неге тең? 1 плюс айға тең. Дәл солай 1 плюс айдың квадраты есептейміз. Кәдімгі A плюс B-ның квадратымен есептейміз. A плюс B-ның квадраты. A квадрат плюс 2AB плюс B квадрат. Есептейміз. 1 квадрат плюс 2 көбейтілген A көбейтілген B плюс B квадрат. Сонда 1 плюс 2 ай минус 1 болады. Сонда не болады? 2 ай болады. Біріншісінде 2 ай шығады. Дәл солай екіншісінде өше 1 минус ай болғанда бізде мына жерде минус болады ғой. Мында минус болғанда мына да минус болады. Сонда бізде не шығады? 1 минус 2 ай плюс ай квадрат болады. Сонда ай квадрат минус 1-ге тең кетеді, минус 2 айды береді деген сөз. Дәл солай келесілерін шығарасыздар. Z1 көбейтілген Z2 дегенді біз жаңа айттық. Жақшаны ашудың ережесін қолданасыздар. Мысалы, үшіншісі жағдайды қарайық. 3 плюс 2 айға көбейту керек нені? 4 минус 3 айды. Кәдімгі жақшаны ашамыз. 3-те әрқайсына көбейтеміз, 2 айда әрқайсына көбейтеміз. 3-те 4-ке көбейтеміз, 12 минус 6, 9 ай болады. Плюс 2 ай 4 плюс 8 ай минус 6 ай квадраты. Ай квадрат минус 1-ге тең, демек мұнда қазір плюс 6 болып бітеді. Сонда 12 плюс 6 18 минус 9 ай плюс 8 ай минус айды береді. 1 ай, 1 жазылмайды, айды береді. 18 минус ай деген шығады.
Қалған есептерін осылай шығарасыздар. Так. Енді бізде комплекс санның түйіндесі деген бар. Түйіндесі деген, мысалы z-тен a плюс b-i болса, оған түйіндесін мынандай үстінен сызықшамен белгілейміз, немесе былай жұлдызшамен белгілейміз. Сызықшамен белгілесек те, жұлдызшамен белгілесек те, ол түйіндесі деген мағынаны білдіреді. Яғни a плюс b-i-ға түйіндесі a минус b-i. Если бізде z минус a плюс b-i деп тұрса, оған түйіндесі минус a минус b-i деген сөз. Ескеру керек, нақты бөлік өзгермейді, тек қана жорамал бөліктің таңбалары ауысады. Плюс болса минус бар, минус болса плюс бар. Кейде есеп былай тұруы мүмкін. b-i плюс a деп. Ол кезде оған түйіндесі минус b-i плюс a болады. Яғни мына жерде шатаспау үшін a плюс b-i деп жазу алу керек болады. Яғни нақтысын бірінші жазамыз, жорамал екінші орында тұрады. Сонда міне қараңыздар, z-ке оның түйіндесін көбейт деп тұр, ортада көбейту бар деген сөз. Сонда z 3 плюс 2i болса, оның түйіндесі 3 минус 2i деген сөз. Сонда екеуіні көбейтіндісі тапсақ, 3 плюс 2i-ға көбейтеміз 3 минус 2i-ді. Яғни бізде нені беріп тұр? a плюс b, i минус b-ны беріп тұр. Егер формуланы білмесеңіздер, кәдімгі жақшаларды ашып көбейтесіздер. Егер формуланы біліп тұрсаңыздар, a квадрат минус b квадрат деп қоясыздар. Сонда 9, жерде 4i квадрат, i квадрат минус 1, мұнамен плюс болып кетеді. Неше шығады? 13 шығады деген сөз. Екіншісінде де дәл солай. 3 минус 2i болса, оған түйіндесі 3 плюс 2i. 5 плюс 4i болса, оған түйіндесі 5 минус 4i. Сонда мына a квадрат минус b квадрат. Сонда 25-ке 16 қосамын, неше болады? 31, 41 болады. Сонда қандай нәрсе шығады? Z-ке комплекс санға оның түйіндесін көбейтсек, нақты сан шығады деген сөз. Яғни Z-ке оның түйіндесін көбейтсек, яғни a плюс b-i-ға көбейтсек, a минус b-i-ді, онда бізде не шығады? a квадрат плюс b квадрат шығады деген сөз. a квадрат плюс b квадрат деген ол бізде нені береді? Нақты санды береді. Түсінікті ғой, қалған бөліктерде осылай шығады. Бірден мына формуланы жаттап алуға болады. Z-ке көбейтемін оның түйіндесін тең болады a квадрат плюс b квадратымен. Осылай қысқаша жаттап алсаңыздар болады. Егер жаттамасаңыздар, кәдімгі міне шығарамыз осылай. Міне көрсетіп қойдым, қалай шығару керектігін. Енді біздер комплекс сандарды көбейтуді айттық, қосуды айттық, азайтуды айттық, түбірден шығаруды айттық, теңдеу шешу немесе. Енді комплекс сандарды бөлу. Мысалы, бір бөлінген бір плюс кіші. Ол жағдайда бізде ол комплекс сан емес, яғни комплекс сан бізде қандай болады? a плюс b-i түрінде болады. Демек, берілген комплекс сан бізде бөлімінде тұр, a плюс b-i түріне келтіру үшін біз не істейміз? Оны түйіндесіне көбейтеміз. Яғни бір бөлінген бір плюс i-ды көбейтеміз оның түйіндесіне. Яғни 1 минус i-ға. Көбейттік, сәйкесінше соған бөліп тастаймыз. Яғни біз 8 сыныпта бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылу дегенді өттік қой. Яғни бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылу үшін істейміз. Егер қосынды болса, біз оны түйіндесіне көбейтіп бөліп тастайтын едік. Бұл жерде де дәл солай. Бөлімі комплекс сан, одан құтылу үшін түйіндесіне көбейтіп бөліп тастаймыз. Бөліп тастағаннан кейін көп жерде қойылатын заңды сұрақ не дейді? Мыналарды қысқартамыз дейді. Неге қысқартамыз? Біз өзіміз көбейтіп жатырмыз. Сәйкесінше оларды не істейміз? Қысқартпаймыз. Не істеуіміз керек? Көбейтуіміз керек. Алымына, бөліміне көбейтуіміз керек. Яғни бірді көбейтем 1 минус i-ға. 1 минус i. Бөлімі 1 плюс i-ды көбейтуім керек 1 минус i-ға. Сонда не болады? 1 минус i. Бөлімінде не болады? a минус b, a плюс b-да 1-дің квадраты минус i-дің квадраты. Сонда 2-ден 1 минус i деген шығады. Арғата не істейміз? a плюс b-i түрінде жазу керек. Яғни нақты бөлігіне жорамал бөліктерін бөліп жазу керек. Сонда 1 бөлінген 2 минус 2-ден 1 i деген сөз. Түсінікті ғой? Дәл солай екіншісінде де. Алымында бізде комплекс сан беріп тұр. Демек, алымында комплекс сан бізге әсер етпейді, түйіндесі, яғни бөлімінің түйіндесіне көбейтіп бөлеміз. Сонда 1 плюс 2i көбейтілген 1 минус 2i. Алымында 10 плюс 3i-ды көбейтеміз 1 минус 2i-ға.
Сонда бөлімі а квадрат минус б квадрат. Алымы. Кәдімгі көбейтемін 10, азайтамын 20i плюс 3i минус 6i квадрат. Сонда не болады? 5 болады бөлімі. Так, i квадрат минус 1, сонда плюс 6 болады. 10-ға 6 қосам 16 болады. Минус 20 плюс 3 минус 17i болады. Ашып жазамыз. 16 бөлінген 5 минус 17 бөлінген 5i болады деген сөз. Түсінікті ғой, иә? Комплекс сандарды бөлу кезінде біз бөлімінің түйіндесіне көбейтіп бөлеміз. Арқата өрнектерді ықшамдап a плюс bi түріне келтіреміз. Енді келесі ұғым бізде арган диаграммасы. Яғни біз сандарды біз координаталық жазықтыққа белгілегенде қандай да бір нүкте шығады. Енді арган диаграммасы деген бар. Яғни біз сандарды белгілеген кезде, комплекс сандарды белгілеген кезде біз оны комплекс жазықтыққа белгілейміз. Яғни комплекс жазықтықты біз арган диаграммасы деп айтамыз. Мысалы, екі өлшемді болса, біз Декарт координаталық жазықтық деп айтамыз. Дәл сол сияқты екі өлшемді, бірақ арган диаграммасы деп аталады. Арган диаграммасы деп аталғандықтан бізде нақты өске ре z белгіленеді, нақты сан x өсіне, y өсіне им z белгіленеді, яғни жорамал бөлігі белгіленеді. 1 плюс i-ды қалай белгілейміз? X-тан 1-ді аламыз, міне. Жорамалдан 1-ді аламыз, мына координатасы 1-де 1 деген сөз ғой, міне. Мына нүкте кәдімгі белгілейміз. Бұлай стрелка салып қойсақ бар, нүктені әкел, мына радиус векторы центрден нүктеге дейінгі стрелкамен саламыз. Бұл өзе 1 плюс i деген сөз. 2 минус 3i. Нақты бөліктен 2-ні аламыз, жорамал бөліктен минус 3-ті аламыз, міне. Екеуінің қиылысқан жері осы нүкте, z2. Мына бізде z1, мына бізде z2 болсын. z3 минус 1 плюс 2i, минус 1, 2, мына нүкте z3. Бұлай стрелкамен салып қойсақ та болады. Мынаны бұлай көрсетіп қойсақ та болады. z4 минус 3, минус 1, минус 3, минус 1. Мына екеуінің қиылысқан жері ма бізде z4 деген сөз. Немесе бұлай көрсетіп қойсақ болады. Көп жағдайда біз радиус вектор түрінде көрсетеміз, яғни центрден берілген нүктеге дейін қашықтықты стрелкамен көрсетеміз. Стрелка нүктеге бағыттаймыз. Егер просто нүкте түрінде белгілеп қойсаңызда да қате болмайды. Енді келесі ұғым бар бізде аргумент және модуль деген. Комплекс санның аргументі деп отырғанымыз нақты өстен, резеттен берілген мына радиус векторға дейінгі бұрыш аргумент деп аталады, міне. 10 бағыт. 10 бағыт деген қандай бағыт? Сағат тіліне қарсы бағытты біз 10 бағыт деп айтамыз. Сонда міне нақты өстен, мына бізде радиус вектор ғой. Центрден мына нүктеге дейінгі қашықтығымыз радиус вектор деп аталады. Сонда нақты өстен радиус векторға дейінгі 10 бағытты көрсететін бұрыш. 10 бағытты көрсететін бұрыш. Ол бізде аргумент деп аталады. Аргументті біз arg z деп белгілейміз. Немесе тетта деп белгілейміз. Міне аргумент z. Енді модуль деп отырғанымыз, мына комплекс сан бар ғой, міне. Осының модулі қалай табылады? Міне 2 плюс 3i деген комплекс сан беріліп тұр. Осының модулі қалай табылады? Міне модуль z. Яғни модуль z деп айтқан не? Мынаны ұзындығы деген сөз, абсолютті шамасы деген сөз. Оны табу үшін міне 3-тен перпендикуляр түсірейік. Сонда OAV деген тікбұрышты үшбұрыш қарастырайық. Сонда мына модуль z деп отырғанымыз ол OA ғой. Ол неге тең болады? Кәдімгі тікбұрышты үшбұрыш. Бұл нені рөлін атқарып тұр? Радиус вектор гипотенузаның рөлін атқарып тұр. Демек гипотенуза дегеніміз неге тең? Катеттерінің квадраттарының қосындысына тең. Сонда 2-нің квадраты қоса, мына жер 2 ғой бізде. Мына бөлік неге тең? 3-ге тең, себебі мына бөлік қол. Сонда 2-нің квадратына 3-нің квадратын қосқанға тең. Сонда неше шығады? 4, 4-ке 9 қосам 13 болады. Сонда аргумент модуль z дегеніміз неге тең? Тікбұрышты 13-ке тең деген сөз. Енді аргумент z-ге кішкене тоқталайық. Яғни аргумент z не дедік? Ол бұрыш дедік, нақты өстен радиус векторға дейінгі 10 бағытты көрсететін бұрыш. Аргумент z ол бізде қандай болу керек? Немесе тетта дейік. Сонда тетта бізде минус пи мен пидің арасында болу керек. Пиді қоса алғанда минус пи енбейді. Осы аралықта болуымыз керек тетта бұрышымыз. Сонда мына аргумент z-ті табу үшін істейміз.
мына мына бөлік бізде а болса, мына бөлік б болса, аргумент z деп отырғанымыз ол бізде, если бұл бізде былай жазбайын жақсы, аргумент z, тетта деп қояйын. Сонда мына теттаны табу үшін, егер мен тангенс теттаны тапсам, қарсы жатқан катеттің неге қатынасы болып шығады? Іргелес жатқан катетке қатынасы болып шығады. Осыдан теттаны тапсам не болады? Арктангенс б бөлінген а болады. Немесе тангенс минус 1 б бөлінген а болады. Сонда аргумент z деп отырғаным неге тең болып тұр? Арктангенс б бөлінген аға тең болып тұр. Түсінікті ғой, мына формула. Ескереміз, бұрыш қай аралықта? Минус пи мен пидің аралығында. Егер бұрышты қалай табамыз? Біз бұрышты табамыз ширекке қарап. Комплекс сан қай ширекке орналасқан, сол ширекке қарап бұрышты табамыз. Егер комплекс сан, z комплекс саны бірінші және екінші ширектерде болса, онда бұрышымыз 0 мен пидің аралығында болады. Егер комплекс сан үшінші және төртінші ширектерде болса, онда минус пидан 0-ге дейінгі аралықта болады. Түсінікті ғой? Сонда қараңыздар, мысалы бізде z комплекс саны берілді дейік. Кестелік мән шығатындай қылып алсақ, қазір не болсын? Мысалы 1 плюс i болсын. Сонда 1 плюс i болса, міне 1-де 1, міне неше ширекте орналасып тұр? Бірінші ширекте орналасып тұр. Сонда аргумент z-ті тапсақ, біз не деп жазамыз? Арктангенс б бөлінген а. Б 1-ге тең ғой, міне 1 бөлінген 1, яғни арктангенс 1. Тангенс қай градуста 1-ге тең? Пи бөлінген 4-те тең, яғни пи бөлінген 4. Міне бірінші ширекте дұрыс қой, бірінші ширекте 0 мен пи бөлінген 2-ның арасы орналасады. Өте пи бөлінген 2-ден пиға дейін екінші ширек болады. Түсінікті ме? Сонда міне z-іміз дұрыс келіп тұр. А если z тең болады 1 минус i болса, онда біз оны комплексиясы тыққа салсақ 1 минус i. Минус 1, ол сонда қай ширекке келіп тұр? Төртінші ширекке келіп тұр. Демек, ол кезде қалай жазамыз? Арктангенс минус 1 бөлінген 1 болады ғой. Сонда арктангенс минус 1, яғни ол не болады? Минус пи бөлінген 4 болады деген сөз. Сонда міне төртінші ширектегі мәндер қандай болады? Минус пи бөлінген 2-ден 0-ге дейінгілер болады. Ал үшінші ширекте қандай болады? Минус пидан неге дейін болады? Минус пи бөлінген 2-ге дейінгілер болады, үшінші ширекте. Түсінікті ғой? Если z бізде мынандай болса, минус 1 плюс i болса, онда аргумент z-ті тапсақ, қате жазып қойдым. Аргумент z-ті тапсақ, не болады? Бізде арктангенс 1 бөлінген минус 1, сонда бізде арктангенс минус 1 деген сөз ғой. Бірақ енді ескереміз, минус пи бөлінген 4 бола ма? Болмай ма? Мына жерде арктангенс минус 1, біз минус пи бөлінген 4 деп жаздық. Енді мына жағдайда қалай жазамыз? Минус 1 плюс i-ды қай ширекте орналасқан? Минус 1 плюс i. Мына ширекте орналасқан, яғни нешінші ширекте тұр? Екінші ширекте тұр. Демек, екінші ширекте табу үшін пиға қосамыз арктангенс минус 1 деген сөз. Немесе пидан алып тастаймыз пи бөлінген 4-ті. Яғни ол жерде қай не болады? 3 пи бөлінген 4 болады деген сөз. 3 пи бөлінген 4 деген мына аралықта бар, түсінікті ғой? Өте арктангенс минус 1 мына жағдайда 3 пи бөлінген 4 болады. Арктангенс минус 1 мына жағдайда минус пи бөлінген 4 болады. Сонда қандай қорытынды жасауға болады? Мынандай формула шығаруға болады. Егер бірінші ширекте болса, онда тетта арктангенс б бөлінген а. Егер екінші ширекте болса, тетта пиға қосамыз арктангенс б бөлінген а. Егер мұнда теріс сан болса, мына жермен минус болып кетеді. Мысалы, мына жерде қараңыздар. Минус 1 плюс i деген бізде екінші ширекте болды ғой. Сонда біздер аргзетті былай жазалатын едік. Аргзеттен пи қосамыз арктангенс минус 1 деп. Сонда пи азайтылған пи бөлінген 4 болып кетеді. Арктангенс деген тақым түссе ғой. Сәйкесінше минус ортаға шығып кетеді, мұнда минус болып кетеді. Сонда 3 пи бөлінген 4. Түсінікті ғой, міне пи қосам арктангенс б бөлінген а. Үшінші ширек и төртінші ширек. Төртінші ширек болса да, кәдімгі тетта тең арктангенс б бөлінген а. Міне төртінші ширек минус 1 минус пи бөлінген 4. Жаза бердік,
түсінікті ғой, иә? Біріншілік болса ол кәдімгі плюсмен шыға береді. Төртіншілік болса мынаның минусы бар, минусымен шыға береді деген сөз. Енді үшіншілік болса, онда минус пиға қосамыз арктангенс бұл бөлінген аны, да? Так, осылай болатын сияқты. Қазір үшінші формуланы жасап қарайық. Қазір мысалы z-тен болады минус 1 минус i болса. Онда бізде арктангенс аргумент z не болады? Арктангенс минус 1 бөлінген минус 1 болады. Сонда арктангенс 1-ді береді. Енді қараңыздар. Так, арктангенс 1-ді береді, бірақ қай ширекте тұр z-іміз? 4-ші ширекте тұр. Сәйкесінше 4-ші ширекте өте не болады? Минус 3π бөлінген 4 болады. Немесе міне минус пиға қосайық, нені арктангенс 1 пи бөлінген 4-ті, да? Сонда минус пиға пи бөлінген 4-ті қоссам неше шығады? Минус 3π бөлінген 4 шығады. Сәйкесінше міне формуламыз дұрыс деген сөз. Түсінікті ғой, иә? Осындай шатаспау үшін осындай 4 формуланы жаттап алуға болады. Немесе логикасына келтіреміз. Мысалы, арктангенс 1-ді қай ширекте, қай неде қабылдайды? 1-ді бізде қабылдады 45 градуста. Минус 1-ді қабылдады. 1-ді 45 градуста қабылдады. И минус 135 градуста қабылдады, иә? Дәл солай минус 1-ді қай градуста қабылдады? Минус 45-те қабылдады. И 3π бөлінген 4-те, яғни 135-те қабылдады деп осылай ширектерін келтіріп алсаңыздар болады, бұрыштарын келтіріп алсаңыздар болады. Түсінікті ғой, иә? Бүгін комплекс сандардың жалпы комплекс санның жазылуын қарадық. Нақты бөлігі жорамал бөліктерін қарадық. Сосын комплекс санның сандарды қосам, азайтам, көбейтем, бөлем дегенді қарадық. Аргумент z-ті қарадық, бұрышты, модулін қарадық, түйіндес комплекс сандарды қарадық, иә? Қандай да бір сұрақтарыңыз болса комплекс санға байланысты комментарийға қалдырыңыздар, сіздерге жауап береміз. Әзірге осы сабақты аяқтаймыз. Сау болыңыздар.